Екі адамға бір төсек екен ғой, деп жымиды бай әйел жақындап келіп. Бірақ көмекшісі бір қадам шегінді. Ой, менде жұмыс көп қой, деді ол асығып. Сіз екі сызық шыққан тест бір түнде бүкіл өмірімді қалай өзгертетінін білесіз бе? Суық мінезді, қатал бизнес әйелдің ішінде жаңа өмір өсіп жатқанын түсінген сәтін. 3 жыл бойы жанында жүріп, бірақ назар салмаған жігітінің баласының әкесі болып шығатынын. Бұл оқиға бастық пен көмекші ережені бұзған туралы емес. Бұл боранда бір бөлмеге қамалып қалған екі адам, бір төсек, екі тағдыр және таңдау туралы. Қауіпсіз өтірікте қалу ма, әлде барын тәуекелге тігу ме? Оқиға басталмас бұрын комментарийге жазып кетіңіздер. Еліміздің қай жерінен көріп отырсыздар? Айжан Еркебаева қонақ үй тіркеу бөлімінде тұр еді. Қолында былғары папка, ішінде маңызды құжаттар. Терезенің ар жағында ақ боран дүркіреп соғып тұр. Қала тоқтаған, әуежай жабық, жолдар бекітілген. Кешіріңіз, тек бір ғана бос бөлме қалды, деді әкімші. Люкс, бір төсекті. Айжан артына қарады. Артында оның 3 жыл бойы көмекшісі болып жүрген Кемір Сейтұлы тұр. Ұзын бойлы, сабырлы, жүзінде мәңгі салқын, ұстамды өрнек. Бір бөлме ғана, деді Айжан қайта сұрап. Иә, деді әкімші. Боранда байланысты барлық қонақ үйлер толып кеткен. Сіздерге осы біреу ғана бұйырды. Айжан Темірге қарады. Кемір иығын қиқан еткізді. Сіз шешесіз. Қаласаңыз, мен креслода жатамын. Айжан ернін тістеді. Көмекшісімен бір бөлмеде түн өткізу дұрыс емес екенін білсе де, басқа амал жоқ еді. Аламыз. Әкімші кілт берді. Екеуі 9-шы қабатқа көтеріліп бөлмені ашты. Бөлме өте кең, сәнді еді. Ортасында үлкен төсек. Қаланы аппақ қар басқан көріністі көрсетіп тұрған панорамал терезе, камин, жұмсақ креслолар және бір ғана төсек. Айжан кіріп пальтосын шешті. Кемір есік қасында тоқтап қалды. Шынымен ақ креслода жатсам болады? Ақымақ болмаңыз, деді Айжан. Төсек үлкен, екеумізге де жетеді. Кемір басын изеп, керез алдына барып боранға көз тастады. Әуежайды қашан ашады екен? Ертең таңға жақын, егер жолдар ашылса. Бөлмеде үнсіздік орнады. 3 жыл бойы олар күнде бірге жұмыс істеді. Кездесулер, іс-сапарлар, кешкі клиенттік отырыстар. Бірақ әрдайым арада қашықтық болды. Қатаң кәсіби шекара. Ал енді сол шекара жоқ. Айжан ваннаға кіріп есікті жапты. Көзін айнаға тігіп тұрып ойға қалды. 42 жас. Ірі компанияның бас директоры. Суық, талапшыл, ешкімге тәуелсіз. Бәрі солай білетін. Бұл рас еді. Бірақ дәл қазір мына қонақ үйдегі бөлмеде арғы жақта көмекшісі күтіп тұрған сәтте ол өзін әлсіз, қобалжулы, ашық қалғандай сезінді. Душқа түсіп халат киіп шықты. Темір креслода отырып телефонына қарап отыр екен. Қонақ үй мейрамханасы 10-ға дейін істейді. Қаласаңыз кешкі асқа барайық? Барайық. 20 минуттан кейін. Мейрамханада адам аз еді. Бірнеше жұп, барда отырған жалғыз ер адам. Екі адам терезе қасына отырып тамаққа тапсырыс берді. Үнсіздік тағы қайтып келді. Официант вино мен жеңіл тағамдар әкелді. Айжан бір жұтым ішіп сұрақ қойды. Темір, сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Әрине. Неліктен менімен әлі жұмыс істейсіз? Темір таңақай қарады. Нені айтқыңыз келіп тұр? 3 жыл өтті. Сіз ақылдысыз, қабілеттісіз. Басқарушыда бола аласыз, басшы да бола аласыз. Бірақ әлі де көмекші болып жүрсіз. Неге? Темір асықпай вино ішті. Ұзақ Айжанға қарады. Өйткені сізбен жұмыс істеу кез келген лауазымнан артығырақ нәрсе үйретеді. Тек сол себеп пе? Темір кідірді. Жоқ, бар себебі бұл емес. Айжан оның көзіне тіке қарады. Ендеше не? Кемір терең дем алып ашық айтты. Өйткені мен құрметтейтін жалғыз адам сіз. Сол үшін мансабымнан да бас тартуға дайынмын. Тек жаныңызда болу үшін. Айжан қатып қалды. Бұл сөздер тым шынайы, тым тура, тым қауіпті. Кемір, сіз мұны айтпауымыз керек еді. Айтуым керек еді. Екеуі бір-біріне қарап отырды. Арадағы көрінбейтін қабырға. Айжан 3 жыл салған қабырға қақ айырылды. Айжан тағы бір жұтым ішті. Дауысы бәсеңдеді. Мен сізді 3 жыл бойы бақыладым. Кофені қафенсір ішетінізді білемін. Галстук ұнамайды, бірақ дресс-код үшін тағасыз. Ұйықтар алдында детектив оқисыз. Бір сүйікті жиеніңіз бар. Күнде телефон шалып тұрасыз.
Корпоративтерді жек көресіз, бірақ мен айтқан соң барасыз. Темір қозғалмай тыңдап отырды. Мен сізді байқамай жүре алмадым. Неге ешқашан айтпадыңыз? Айжан көзін төмен түсірді. Қорықтым. Неден? Бақылаудан айырылудан, әлсіз болудан, біреуге тәуелді болудан. Темір үстел үстінен оның қолын ұстап алды. Сіз ешқашан әлсіз болмайсыз. Айжан қолдарына қарады. Темірдің қолы үлкен, жылы, өзі кішкентай, мұздай. Сіз менің шын бейнемді білмейсіз. Білемін. Бір келісім бұзылған күні сіз кабинетте жыладыңыз. Сол түні 2 сағат есік сыртында отырдым. Сіз тынышталуыңызды күттім. Айжан сол күнді есіне алды. Ол кеңсеге қайтып келіп, есікті ішінен жауып алып жылаған еді. Ешкім көрмеді деп ойлаған. Сіз сол жерде болдыңыз ба? Иә, сізді жалғыз қалдырғым келмеді. Айжан Темірдің қолын қатты қысып, рахмет деді. Олар кешкі астарын бітіріп бөлмеге қайта оралды. Боран басылар емес. Жел терезеге соғылып, қала ақ қарасында қалды. Айжан балконға шықты. Суық леп соқты. Кемір де артына шықты. Тоңып қалмайсыз ба? Жоқ, маған таза ауа керек. Екеуі қатар тұрып, қарға көмілген астанаға қарады. Қала шамдары боранның арасынан әрең жылтырап тұрды. Айжан, бір сұрақ қойсам бола ма? Айта беріңіз. Сіз қазір өз өміріңізде бақыттысыз ба? Айжан ойланып қалды. Білмеймін, табыстымын, баймын, ықпалдымын, бірақ бақыттымын ба, сенімді емеспін. Неге? Өйткені жалғызмын. Әрқашанда жалғыз болдым. Халықтың ортасында жүрсем де, ішім бос. Кемір оған бұрылып, сіз жалғыз емессіз, мен бармын деді. Айжан оның көзіне қарады. 3 жылда алғаш рет оны көмекші емес, ер адам ретінде көрді. Ақылды, сабырлы, өзіне жақын. Темір, егер біз бір қадам жасасақ, қайтар жол болмайды. Білемін, бәрі өзгереді. Сіз дайынсыз ба? Иә. Айжан жақындады. Аралары небәрі бірнеше сантиметр қалды. Сенімдісіз бе? Темір жауап бермеді. Тек еңкейіп, оны жай, баяу, өте нәзік қылып сүйді. Айжан да жауап берді. Ол көп жылдан бері алғаш рет әлсіз болуға, ашылуға, шынайы болуға рұқсат берді. Олар боран мен қар астында балконда сүйісті. Қала тоқтап қалғандай, уақыт жоғалғандай. Ажырасқанда Айжан маңдайын Темірдің кеудесіне қойды. Біз не істеп қойдық? 3 жыл бұрын істеу керек болған нәрсені. Олар бөлмеге кіріп, киімдерін шешпестен төсекке жатты. Қол ұстасып үнсіз жатты. Айжан төбеге қарап, Темір, мен қорқам. Неден? Ертең бәрі қайта басталады деп. Мен қайтадан суық, қатал қалқа оралам ба деп, сізді өзінен алшақтатып алам ба деп. Темір оған бұрылды. Ондайға жол бермейін. Айжан ұзақ уақыттан бері бірінші рет шынайы күлімсіреді. Уәде бересіз бе? Уәде берем. Екеуі қол ұстасқан күйі ұйықтап кетті. Боран түн бойы ұлғанмен, бөлме ішінде тыныш, жылы, жайлы еді. 3 жылдан бері бірінші рет екеуі де өздерін жалғыз сезінген жоқ. Таңертең Айжан бірінші оянды. Перде арасынан бозғылт таңертеңгі жарық түсіп тұр. Боран басылыпты. Қала баяу оянып келеді. Айжан бетін бұрғанда Кемір қасында ұйықтап жатыр еді. Әлі де оның қолын ұстап жатыр. Бетінде ешқандай маска жоқ, шынайы тыныштық. Айжан қолын ақырын босатып орнынан тұрды. Ваннаға кіріп, айнаға қарап қалды. Не істеп қойды? Көмекшісін сүйді. Онымен бір төсекте жатты. Оған ашылды. Қорқыныш қайта оралды. Бұл дұрыс емес еді. Ол бас директор, ал Кемір оның қызметкері. Мұндай қарым-қатынас қатаң тыйым салынған. Бұл мансабын, беделін, компанияны құтып тынар. Айжан суық сумен жүзін жуды. Қатаң костюмын киіп, шашын жинап, өзінің ескі, суық бейнесін қайта қойды. Сыртқа шыққанда Темір қоян үлгерген екен. Төсекте отырып оған қарады. Қайырлы таң. Қайырлы, деді Айжан салқын үнмен. Темірдің қабағы түйілді. Бірдеңе болды ма? Айжан пиджағын түймелеп. Біз сөйлесуіміз керек деді. Тыңдап тұрмын. Кеше болған нәрсе қателік. Темірдің жүзі өзгеріп кетті. Қателік? Иә, біз қатты шаршаған едік. Боран әсер етті. Ондай болмауы керек еді. Айжан,
Мен сізге бастықпын. Сіз менің бағынышты қызметкерімсіз. Бұл барлық ережені бұзу. Темір орнынан тұрды. Ереже ме? Сіз қазір соны айтып тұрсыз ба? Иә, ережелер жайдан жай қойылмаған. Олар компанияны, бізді қорғайды. Неден? Сезімнен, қателіктен, барлығын бұзатын эмоциялардан. Темір жақындап келді. Сонда кеше ештеңе білдірмеді дейсіз бе? Сөздеріміз, сүйіскеніміз. Айжан үнсіз қалды. Егер шындық айтса, бәрі құлайды. Бұл әлсіздік болды, кешіріңіз. Кемірдің жүзі тастай қатты болып кетті. Яғни мен сіздің әлсіздігіңізбін? Кемір, бұлай айтпаңыз. Ал қалай айтуым керек? Сіз кеше алғаш рет маған ашылдыңыз. Мен соған сендім. Ал бүгін бәрін жоқ дейсіз. Жоққа шығармаймын, бірақ жалғасы болмайды. Кемір басын изеп телефонын алды да сөзсіз шығып кетті. Айжан бөлмеде жалғыз қалды. Төсекке отыра кетті. Қолы қалтырап тұр. Дұрыс істедім. Бас директор үшін жалғыз дұрыс шешім. Бірақ неге сонша ауыр? Әуежайда екеуі бөлек залда отырды. Темір келмеді. Айжанды іздемеді. Самолет түсте ұшты. Олар бөлек қатарда отырды. Кемір терезеге қарап отырды. Айжан құжаттармен жұмыс істеп отырды. Бірақ ойы мүлде басқа жақта еді. Жұмыс туралы емес, Темір туралы, кеше болған оқиға туралы, таңертең айтқан сөздер туралы. Ұшақ қалаға қонғанда Темір оған жақындап: "Ертең жұмысқа шыға алмаймын, отбасылық жағдай", деді. "Жақсы. Бүрсігүні де келе алмаймын". "Темір, не болды?" Ол оның көзіне тіке қарады. "Ештеңе. Маған жай ғана ойланатын уақыт керек". Айжан басын изеді. "Қажет болса, қанша уақыт алсаңыз да болады". Кемір бұрылып кетті. Айжан оның кетіп бара жатқанын көріп тұрды. Ішінде бір нәрсе қайтып келмейтіндей, сынып түскендей болды. 3 күн бойы Темір байланысқа шықпады. Айжан уақытша жаңа ассистентпен жұмыс істеді. 23 жастағы тырысқақ, бірақ тәжірибесіз қызбен. Ештеңе дұрыс болмады. Кофе басқаша, құжаттар дұрыс емес, кездесулер шатасқан. Айжан шыдай алмай, қызметкерлерге дүрсе қоя беретін болды. 4-ші күні әріптестері сыбырлап: "Бұған не болды өзі?" деп таңғалысты. 5-ші күні Темір қайтып келді. Кабинетке кіріп, үстелге конверт қойды. "Бұл не?" деді Айжан. "Жұмыстан шығу туралы арыз". Айжан ағарып кетті. "Не?" "Өз еркіммен кетемін. 2 апта жұмысымды тапсырамын". Айжан орнынан тұрып: "Кемір, бұл сол кеш үшін бе?" "Жоқ, бұл 3 жыл үшін". "Түсінбедім". Темір отырды. 3 жыл бойы мен сіздің көмекшіңіз болдым. Қосымша уақыт жұмыс істедім. Отбасылық шараларға бармадым. Жеке өмірімнен бас тарттым. Бәрін сіз үшін жасадым. Мен оны бағалаймын? Жоқ, бағаламайсыз. Өйткені сіз үшін мен адам емеспін. Кек қызмет атқаратын функциямын. Айжан отырды. Бұл дұрыс емес. Дұрыс. Сіз менің туған күнімді білмейсіз. Жарты жыл бұрын әжем қайтыс болғанын да білмейсіз. Шетелге оқуға түсуге мүмкіндігім болғанын да, сол үшін бас тартқанымды да білмейсіз. Айжан үндемеді. Ол бәрін мойындады, білмейтін. Мен сіздің өміріңізбен өмір сүрдім. Өз өмірімді ұмыттым. Бұлай болу қалыпты деп ойладым. Кемір, мен олай... Білемін. Сіз олай болсын деп қаламадыңыз, бірақ солай болды. Енді кеш емес кезде өз өмірімді қайтарып алуым керек. Айжан конвертке қарады. Басқа жұмыс таптың ба? Иә. Бәсекелес компаниядан ұсыныс түсті. Жоба менеджері. Жалақы жоғары. График қалыпты. Қабылдадың ба? Иә. Айжан жұдырығын қатты тиді. Жақсы. Арызың қабылданды. Кемір басын изеп. Рахмет. Шығып кетті. Есікті жапты. Айжан жалғыз қалды. Арызға қарап отырып әлемі құлап жатқандай сезінді. 2 апта өте баяу өтті. Кемір қалыпты жұмыс істеді. Салқын, кәсіби, алыста. Артық сөз жоқ. Айжан оны қайтаруға тырысып көрді. Жоғарылау, көбірек жалақы, жаңа лауазым ұсынды. Кемір бас тартты. Мәселе ақшада емес. Мәселе мен өмір сүргім келеді. Машина сияқты жұмыс істегім келмейді. Соңғы жұмыс күнінде әріптестері шағын дастархан жасап Темірді шығарып салды. Айжан барған жоқ.
Кабинетінде отырып терезеге қарады. Кешке Темір қоштасуға кірді. Айжан ханым, мен кеттім деді. Айжан бұрылды. Кемір, соңғы рет сұрайын, сен шынымен осы шешімге сенімдісің де? Иә. Неге? Темір бір сәт ойланып, жай ғана айтты. Өйткені мен өзімді адам ретінде көретін, адам ретінде бағалайтын адамның жанында болғым келеді. Көмекші ретінде емес. Айжан орнынан тұрды. Мен сені адам ретінде көрдім, әрқашан. Жоқ, сіз мені тек ыңғайлы құрал ретінде көрдіңіз. Мәселелерді шешетін көлеңке ретінде. Ол рас емес. Рас. Сіз тіпті менің неше жаста екенімді білмейсіз. Айжан тоқтап қалды. Шынында білмейді. 21 емес, 25-те де емес, 31-демін деді Темір. Кеше туған күнім болды. Сіз құттықтамадыңыз. Айжанның көздері жасқа толды. Кешір мені, Темір. Кеш болды, деді ол. Темір бұрылып шығып кетті. Айжан жалғыз қалды. Көп жылдан бері болмағандай өксіп жылады. Өйткені ол шын мәнінде жалғыз өз емес, таза жүрекпен сүйген жалғыз адамын жоғалтты. Және оған кінәлі тек өзі. Бір апта өтті. Темір кеткеннен кейін Айжан жұмысты өз-өзіне қиянат жасағандай істей бастады. Күніне 12 сағаттық жұмыс, үздіксіз жиналыстар, қоңыраулар, келіссөздер. Бірде-бір үзіліс жоқ. Бірақ соған қарамастан бәрі теріс бағытта кетіп жатты. Жаңа ассистент Марал, жас, тырысқақ, бірақ тәжірибесіз қыз жұмыстың ырғағын ұстай алмады. Кездесулерді шатастырып, құжаттарды қате дайындап, есепте қателесті. Айжан ашуға булығып, тағы да шыдай алмай қалды. Сен бұл жұмысқа қалай қабылдандың өзі? Деп айғайлады ол. Маралдың көзі жасқа толып кеткен еді. Кешіріңіз, мен шынымен тырысып жүрмін. Тырысып? Сенің тырысуыңнан 3 бірдей кездесу бұзылды, деп Айжан оны кабинеттен шығарып жіберді. Марал жылаған күйі есікті жауып шықты. Айжан кабинетте жалғыз қалды. Үстелдегі құжаттарға қарап отырса да, ештеңе көрмей, ой тек бір адамда, Темірде болды. Ол бәрін қателіксіз, ескерту күтпей жасайтын. Оның алдын орап, Айжанның айтпай-ақ не қалайтынын біліп отыратын. Көңіл күйін сөзсіз түсініп, ауыр күндері жанында үнсіз отырып қолдау көрсететін. Қазіргі хаосқа қарап отырып, Айжан сол кезде бағаламағанның бәрі енді бірден анық көрінді. Оның күнделікті тіршілігінің жартысын, тіпті көбін Темір көтеріп жүргенін енді ғана терең сезді. Айжан құжаттарға қайта-қайта парақтап отырса да, ештеңе өңіне кірмеді. Ол тек бір оймен отырды. Темір болса, мұндай болмайтын еді. Темір ол үшін жай көмекші емес еді. Ол тірек еді. Ал Айжан сол тіректі жоғалтты. Екінші аптада әріптестері оның өзгергенін байқай бастады. Айжан жүдеп арықтап кетті. Жүзі қадалып, көзінің асты қарайып жүрген. Тамақ ішпейді, дұрыс ұйықтамайды, кек жұмыс істей береді. Кешке жағын оның жақын досы әрі әріптесі Ләйла кабинетке кірді. Айжан, сөйлесуіміз керек. Уақытым жоқ. Өзіңе қараш, сен өзіңді құтасың. Айжан басын көтерді. Жүзі қатты шаршаған. Мен бәрі жақсы деп тұрмын. Жоқ, жақсы емес. Не болды? Бұл Темір үшін бе? Айжан терезеге бұрылып. Айтқым келмейді. Ләйла алдына отырып. Мен сен екеуінің араларында бірдеңе болған көрдім. Ештеңе болған жоқ. Айжан, өтінем, маған өтірік айтпа. Біз 20 жылдан бері доспыз. Сенің өтірігіңді бірден танимын. Айжан басын төмен салды. Бір түн болды. Қонақ үйде, боран болған. Біз сөйлестік, сүйістік. Бірақ ертеңінде мен бәрін бұздым. Оның қате екенін айттым, жалғасы болмайтынын айттым. Сосын ол арыз жазды, кетті. Ләйла ауыр дем алды. Ал сен оны жіберіп қойдым. Не істейін дедім? Ол қызметкерім. Бұл этикаға қайшы. Этикам қосын. Айжан, сен оны жақсы көресің бе? Айжан қатып қалды. Бұл сұрақты өзіне ешқашан қоймаған. Себебі қорқатын. Білмеймін. Білесің, кек мойындағың келмейді. Айжан сыбырлады. Егер жақсы көрсем де, не өзгереді? Ол кетті, басқа жұмысы бар, басқа өмірі бар. Сен оны қайтара аласың. Қалай? Ол мені жек көреді. Мен оның өмірін бұздым. 3 жыл бойы оны адам ретінде емес, кек қызметкер ретінде көрдім. Ләйла оның қолын ұстап. Айжан, мен саған бір қиын сөз айтайын. Сен өмір бойы өзіңді қорғадың. Қабырға тұрғыздың. Әлсіз болып қалам деп қорықтың.
Сол үшін жұмысты таңдадың, мансапты таңдадың, сезімнен қаштың. Айжан үнсіз тыңдап отырды. Ал Темір, сенің сол қабырғанның ар жағындағы адамды көрген жалғыз жан. Ол сенен қорыққан жоқ. Сен оның жүрегіне жақын адам болдың. Ал сен қорықтың да оны икеріп жібердің. Айжан сыбырлап: мен қорықпаймын. Қорқасың, сезімнен қорқасың. Өйткені сезім адамды әлсіз қылады. Ал сен әлсіз болудан өлердей қорқасың. Себебі сенің темір әйел деген бейнең құлап қалады. Айжан бетін қолмен жақты. Мен не істеймін? Адам екеніңді мойында. Сезімнен қашпа. Өзіңе мүмкіндік бер. Ал егер ол кешірмесе, ең болмағанда тырысқан боласың. Бітті. Өмір бойы өкінгеннен жақсы. Ләйла кетіп қалды. Айжан түнімен ұйықтай алмады. Ертесі күні Айжан Темірдің жаңа жұмысына барды. Қазіргі заманға сай үлкен ғимарат. Ресепшнге келіп: Темір Сейтұлы осында жұмыс істей ме? Иә, жоба менеджері. Сіз қандай мәселе бойынша? Жеке мәселе. Хатшы қыз қоңырау шалды. 1 минуттан соң. Ол қазір кездесе алмайды, жиналыста. Айтыңыз, мен күтем. Айжан лоббиге отырып 2 сағат күтті. Соңында Темір шықты. Оны көріп, бір сәтке тоқтап қалды. Айжан ханым, сіз мұнда не істеп жүрсіз? Сөйлескім келеді. Неге? Біз туралы. Біз деген болмайды, деді Темір. Темір, 5 минут қана. Ол біраз ойланды да: жарайды, 5 минут. Екеуі ғимараттың алдындағы шағын саябаққа шығып, орындыққа отырды. Айжан тыныс алып: мен кешірім сұрауға келдім. 3 жыл үшін. Сені көрмегенім үшін. Отельдегі таң үшін. Бәрі үшін. Темір үндемей тыңдады. Сен дұрыс айттың. Мен сені адам емес, ең алдымен қызмет атқаратын адам деп көріппін. Сенің туған күніңді білмедім. Әжеңнің қайтыс болғанын білмедім. Шетелге оқуға кеткің келгенін де ештеңе білмедім. Өйткені эгоист болдым. Енді не? Кешірім сұрадың. Сонымен бітті ме? Жоқ. Мен бәрін түзегім келеді. Қалай? Білмеймін. Бірақ тырысқым келеді. Түзеуге, қайта бастауға. Мүмкін емес екенін білемін. Бірақ бір мүмкіндік берші, өтінем. Темір орнынан тұрды. Айжан ханым, мен үшін сіз бәрі едіңіз. 3 жыл бойы мен сіз үшін өмір сүрдім. Бәрінен бас тарттым. Өйткені сүйдім. Айжан жүрегі шым ете қалды. Сүйдім? Иә. Бірақ сол таңнан кейін түсіндім. Бұл махаббат мені күйретеді. Мен өзімді жоғалтамын. Мен сізбен бола алмаймын, егер сіз мені тек көмекші ретінде көрсеңіз. Мен олай көрмеймін. Көресіз. Әрдайым солай көрдіміз. Сіз үшін мен ыңғайлы, сенімді адамын, бірақ сүйген адам емес. Айжан орнынан тұрды. Бұл рас емес. Мен тек... Қорықтыңыз. Иә, мен білем. Иә, қорықтым. Сезімнен. Иә, әлсіз болудан. Иә, бақылаудан айырылудан. Айжан көзіне жас алып сыбырлады. Солай. Бәрінен қорықтым. Темір оған ұзақ қарады. Сен әлде қорқасың ба? Айжан ойланды. Қорқа ма? Иә, қорқады. Бірақ одан да қатты қорқатыны оны мәңгілікке жоғалтып алу. Иә, қорқамын. Бірақ сен үшін тырысуға дайынмын. Темір басын шайқады. Бұл жеткіліксіз. Маған қорқпайтын адам керек. Мені күн сайын таңдайтын адам керек. Жоғалтып алам деп емес, жақсы көрген үшін. Ол бұрылып кеңсеге қарай кете барды. Айжан орында тұрып қалды. Көзіне жас келіп, ортынан баяу ақты. Ол бұл жолы шын жеңілгенін түсінді. Келесі 2 аптада Айжан кабинеттен шықпай дерлік отырды. Жұмыс істейтін сияқты, бірақ ештеңе сезбейтін, тек бостық. Ләйла күн сайын келіп, тамақ әкеліп, күшпен болсын тамақтандырды. Айжан, бұлай өмір сүре алмайсың. Жүре аламын. Жоқ, сен баяу өліп барасың. Айжан досына қарады. Мүмкін солай да керек шығар. Жоқ, сен мықтысың. Әрқашан сондай болғансың. Мен мықты болудан шаршадым. Тек тірі адам болғым келеді. Ләйла оны құшақтады. Онда бәрі үшін емес, тек өзім үшін мықты бол. Егер бәрін өзгерткің келсе, сол Темір үшін де.
Айжан сол сәтте бұзылып кетті. Біреудің көзінше бірінші рет қатты, тоқтамай жылады. Мен оны жоғалттым. Мүлде жоғалттым. Жоқ, әлі тырыссан жоғалтпайсың. Айжан көз жасын сыртты. Енді не істеймін? Кешірім сұрадым. Ол қабылдамады. Өйткені сөз аз. Әрекет керек. Қандай әрекет? Оған өзің өзгергеніңді көрсет. Оның өміріне жақында, тек жұмыс емес, оның адам ретінде кім екенін түсін. Айжан басын изеді. Бұл көмектесе ме? Білмеймін, бірақ тырысу керек. Айжан таныстар арқылы Темірдің мекен жайын тауып алды. Қаланың шетінде орналасқан қарапайым панельді үй. Кешке келді. Подъезд алдында ұзақ тұрды. Батылданып, ақыры пәтерге көтеріліп қоңырауды басты. Есікті Темір ашты. Көре сала таң қалды. Айжан ханым, кірсем бола ма? Темір біраз ойланды да басын изеді. Кіріңіз. Пәтер кішкентай, бірақ жылы еді. Кітаптар, фильм постерлері, отбасы суреттері. Үстелде құжаттар мен 2 кесе тұр. Кешіріңіз, жинастырып үлгермедім. Қонақ күтем деп ойламадым. Қажеті жоқ, бәрі жақсы. Бұл оның әлемі еді. Қарапайым, шынайы, жылы. Айжанның салқын, мінсіз үйіне мүлде ұқсамайтын. Шай ішесіз бе? Ішем. Темір шай дайындап әкелді. Екеуі үстелге отырды. Неге келдіңіз? Деді ол ашық. Айжан жұтып алды. Сені түсінгім келеді. Сенің өміріңді білгім келеді. Сені тек көмекші ретінде емес, адам ретінде көретінді көрсеткім келеді. Қазір тым кеш емес пе? Кеш болса да, ештеңе істемегеннен жақсырақ. Темір біраз қарап отырды. Жарайды, не білгіңіз келеді? Бәрін. Отбасында, немен айналысатыныңды, армандарыңды, 3 жыл бұрын білуің керек болған дүниелерді. Темір тыныс алып. Анам 60 жаста. Төре қаласында тұрады. Інім мұғалім. Жиенім Мәдина 8-де. Сурет салуды жақсы көреді. Күн сайын хабарласып тұран. Айына 1 рет бар қайтамын, деді Темір. Айжан үнсіз тыңдап отырды. Оның әр сөзін жадына жазып алғандай. Мен детективтер мен фантастика оқиын. Жексенбі сайын киноға барам. Бір кезде шетелде оқуды армандадым. Бірақ сізбен жұмыс істеу үшін кейінге қалдырдым. Айжан ауыр дем алып. Неге маған айтпадың? Мен жіберер едім ғой. Темір басын шайқады. Өйткені кеткім келмеді. Сіздің қасыңызда жұмыс істеу маңыздырақ болды. Айжан көзіне қарап отырып сыбырлады. Демек, мен сенің арманыңды тоқтаттым. Жоқ, бұл өз таңдауым еді, бірақ енді түсіндім. Адамның өз өмірінен, өз жолынан бас тартуы дұрыс емес. Айжан басын изеді. Сен дұрыс айтасың, бірақ мен бәрін түсегім келеді, егер рұқсат етсең. Ол сөмкесінен бір конверт шығарып үстелге қойды. Бұл Лондондағы MBA бағдарламасына өтініш. Ең мықты бизнес мектеп. 1 жылдық оқу ақысы толық төленді. Қаласаң бар. Арманыңды орында. Темір конвертті ашып қарап шықты. Сосын оған қарады. Сіз мұны не үшін істеп отырсыз? Өйткені кінәлімін. Өйткені сенің бақытты болғаныңды қалаймын. Тіпті ол бақыт менсіз болса да. Темір конвертті жаба салды. Айжан ханым, мен сіздің ақшаңызды алмаймын. Маған аяушылықтан туған сыйлық керек емес. Бұл сенің болашағына салған көмегім. Қажеті жоқ. Рахмет, бірақ қабылдамаймын. Айжанның даусы дірілдеп кетті. Онда, айтшы, не қалайсың, не істесем болады? Темір оның көзіне тіке қарап. Маған бірақ нәрсе керек. Шындық. Өзіңе де, маған да. Сезіміңді кінә үшін емес, шын болған үшін мойындауың. Айжан селк ете қалды. Сен, менің сені жақсы көретінімді айтуынды қалайсың ба? Иә, солай. Айжан орнынан тұрып терезеге жақындады. Қала шамдары алыстан жыбылықтап тұр. Алыста өмір ағып жатыр. Ал осы сәтте оның жүрегі өмірінде бірінші рет толық ашылумен тұр еді. Мен сүйе білмеймін, Темір. Өмір бойы қабырға тұрғысып келдім. Өзімді қорғай бердім. Әлсіз болудан қорықтым. Темір тыныш қараттырды. Онда үйрен. Егер үйрен алмасаң да, ең болмағанда тырысып көр. Айжан оған бұрылды. Жарайды. Мен сені жақсы көремін. Қалай білдіруді білмеймін. Қарым-қатынас қандай болатынын да білмеймін. Бірақ сені баяғыдан жақсы көремін. 2 жыл бұрын жаңа жылдық кеште маған көмектескен кезіңнен бастап. Есімде ме?
Кемір басын изеді. Есімде. Сен бұрышта жалғыз тұрдың. Бәрі көңіл көтеріп жатыр, ал сен терезеге қарап отырдың. Мен жанына барып, бәрі жақсы ма деп сұрадым. Сен, иә, көпшілікті ұнатпаймын дедің. Екеуміз жарты сағат үнсіз тұрдық. Айжан жымиып. Сол кезде сені жай көмекші емес, сенуге болатын адам ретінде көрдім. Темір жақындады. Онда неге айтпадың? Қорықтым. Айтсам, бәрі бұзылады деп ойладым. Сен кетіп қаласың, мен жалғыз қалам деп қорықтым. Бірақ мен бәрібір кеттім. Иә, өйткені мен өзім итеріп жібердім. Темір оның қолдарын ұстап. Айжан, мен де сізді жақсы көрдім. 3 жыл, үнсіз, үмітсіз. Бірақ сол отелдегі таңнан кейін түсіндім. Бұл махаббат мені күйретеді. Өйткені ол жалғыз жақтан болды. Айжан оның қолын қысты. Жоқ, жалғыз жақтан емес. Мен де жақсы көрдім. Тек көрсетуді білмедім. Кемір оның көзіне ұзақ қарады. Шындықты іздеді. Тапты. Жақсы. Мен тырысып көруге дайынмын. Бірақ шарттарым бар. Қандай? Бірінші, сен енді менің бастығым емессің. Біз теңіз. Қабылдаймын. Екінші, екеуміз де терапияға барамыз. Дұрыс, сау қарым-қатынас құруды үйрену үшін. Жарайды. Үшінші, мен сені отбасыммен таныстырғым келеді. Анаммен, ініммен, жиеніммен. Менің өмірімнің бір бөлігі бол. Келістім. Кемір оны құшақтады. Айжан ұзақ уақыттан бері алғаш рет өзін қауіпсіз сезінді. Рахмет деді ол. Мүмкіндік бергенің үшін. Рахмет саған деді Темір. Келгенің үшін, қорқынышыңды жеңгенің үшін. Олар қала сыртындағы кішкентай пәтерде ұзақ құшақтасып тұрды. Екі адам ұзақ жыл бойы сезімнен қашқан, енді бірге болуға шешім қабылдаған. Бұл тек бастамас еді. Алда терапия, жақындасу, үйрену, қателесу, кешіру бар болатын. Бірақ олар екеуі бірге дайын еді. Ертесінде Айжан Ләйлямен кездесіп бәрін айтты. Ол келісті деді қуанып. Ләйля құшақтап. Айттым ой болады деп. Бірақ жұмысы көп алды. Терапия, отбасымен танысу, қарым-қатынасты қайта құру. Шыдайсың ба? Айжан жымиды. Бұрын күш деп ойлағаным бақылау. Енді түсіндім. Нағыз күш, сезіммен қашпау, ашық болу. Міне, енді өзіңді таптың деді Ләйля. Айжан көп уақыттан бері алғаш рет шын күліп жіберді. Бір аптадан соң Кемір оны анасымен таныстыру үшін төре қаласына алып барды. Жолда Айжан қобалжып отырды. Егер анаң мені қабылдамаса ше? Қабылдайды. Анам мейірімді, бірақ сенің 3 жыл өміріңді алып қойдым. Жоқ, мен өзім таңдадым. Және өкінбеймін. Себебі сол 3 жыл мені саған алып келді. Айжан оның қолын ұстап. Сен әрқашан не айтарын білесің. Ең мықты бастықтың жанында үйрендім ғой. Екеуі күліп алды. Олар шағын ауласы бар ағаш үйге келді. Темірдің анасы Оралхан апай сыртқа шықты. Теміржан деп құшақтай алды. Ал бұл кім? Кемір Айжанның белінен ұстап. Бұл Айжан, менің қасындағы адам. Оралхан апай Айжанға қарап біраз тұрды. Яғни, сен сол басшы қызсың ба? Иә деді Айжан, көзін төмен салды. 3 жыл бойы оны жұмыстан босатпай, өзім кінәлімін. Кешіріңіз. Оралхан апай біраз үндемей тұрды да жылы жымиды. Жарайды, кіріңдер. Шай ішеміз, сөйлесеміз. Үйдің іші жылы, туған үйдің иісіндей болды. Олар шай ішіп, бәліш ішіп әңгімелесті. Айжан өзін ашық ұстады. Кім екенін, қалай өскенін, Кемірді қалай бағалап кеткенін айтты. Оралхан апай тыңдап отырып. Екеуің бір-біріңді жақсы көретінің көрініп тұр. Қалғаны маңызды емес деді. Айжан жеңілдеп қалды. Рахмет сізге. Ештеңе етпейді. Бастысы балам бақытты болса болды. Кетер кезде Оралхан апай оны құшақтап. Кемірімді ренжітпе, ол жақсы бала. Ренжітпеймін, қолынан келгеннің бәрін жасаймын деді Айжан. 6 ай өтті. 6 ай бойы терапия, бірге үйрену, қателесу, кешіру, қайта жақындасу болды. Айжан мен Темір ақырында шын мәнінде бір-бірін тапқан екі адамға айналды. Айжан әлсіз болуды, сезімін жасырмай айтуды жана үйреніп жүрді. Бұл оңай болған жоқ. Жылдар бойғы әдет бір күнде бұзылмайды. Ал Темір керісінше өз шекарасын қорғауды, қажет кезде жоқ деп айтуды, өзін құрбан етпеуді үйреніп жүрді. Аптасына бір рет екеуі психотерапевтке бірге баратын.
Онда конфликт, қорқыныш, күтулер жайлы сөйлесетін. Айжан, Темір сізге жоқ дегенде не сезінесіз? Деп сұрады маман. Қорқамын, ол кетіп қалады деп, тағы жалғыз қаламын деп. Ал сіз не сезінесіз? Темір, Айжан жабылып алған кезде. Қолынан түк келмейтіндей сезінемін. Бұрынғы сияқты ешкімге керек емес адам сияқтымын. Жарайды. Осы сезімдермен жұмыс істейік, деді терапевт. Айжан, Темір жоқ дегенде ол сізді тастап кетеді деген сөз емес. Бұл оның шекарасы бар дегенді білдіреді. Бұл жақсы. Бірақ бәрібір қорқамын. Қорқу қалыпты. Бірақ қорқыныш пен шындықты ажыратуды үйрену керек. Сабақтан сабаққа осылай жалғасты. Айжан баяу болса да үйреніп жатты. Олар жаңа өмірді бірге бастауға шешті. Айжанның үлкен үйінде де, Темірдің шағын пәтерінде де емес, жаңа жерден, екеуіне ортақ кеңістіктен. Қаланың ортасынан 2 бөлмелі пәтер жалдады. Жарық, кең, жиһазды бірге таңдады. Саған бұл диван ұнай ма? Деді Айжан. Ұнайды. Саған ше? Маған да. Онда алайық. Қарапайым диалог. Бірақ олар үшін үлкен қадам, кең шешім, бірге таңдау. Наурызда жаңа үйге көшті. Алғашқы түн ерекше болды. Еденде қораптардың арасында отырып, шарап ішіп күліп отырды. Біз істедік, деді Айжан. Иә, істедік, деді Темір. Қорқынышты, бірақ дұрыс. Енді қорқыттырған жоқпын, деді Айжан. Жақсы. Күннен күнге азая береді, деді Темір, оны құшақтап. Жұмыс та өзгерді. Айжан Темірді Ләйләнің бөліміне ауыстырды. Енді ол оның тікелей бағыныштысы емес еді. Бұл бастапқыда екеуіне де оғаш көрінді. Бұрын күнде көрсетін, енді тек кешке кездесетін. Бірақ бұл дұрыс шешім болды. Әр қайсының өз жұмысы, өз мақсаты, өз жетістігі болды. Темір тез көтерілді. Менеджер, аға менеджер, кейін жоба жетекшісі. Лейла, сенде талант бар, Темір. Айжанның сені 3 жыл ұстап келуі бекер емес деп мақтайтын. Рахмет. Енді мансапты біреудің емес, өзім үшін құрып жатырмын. Айжан да өзгерді, жұмсарды, тыңдай бастады. Қызметкерлерге қатты сөйлемейтін болды. Айжан ханым, сіз қатты өзгеріпсіз. Бұрын қасыңызға баруға қорқатынбыз, деп күлетін әріптестері. Айжан күлімсірейтін. Бәрі Темірдің, терапияның, өзінің еңбегінің нәтижесі. Жазда екеуі бірінші ортақ демалысқа кетті. Грекияға. 2 апта, жұмыссыз, күйзеліссіз, тек екеуі ғана. Теңіз, жағажай, серуен, тамақтану, күн бату. Бір кеште теңізге қараған террасада Айжан айтты. Білесің бе, мен өмірімде бірінші рет шын бақыттымын. Темір оның қолын ұстап. Шынымен бе? Иә, сәтсіздіктер, жарыстар, билік қуған жылдарында босқа өткізіппін. Нағыз бақыт сенің жылуым, қолдауым, сүйіспеншілігін. Темір жымиып сүйді. Мен де бақыттымын. Көп жылдан бері бірінші рет. Күзде маңызды оқиға болды. Темірге Лондоннан ұсыныс түсті. Ірі компанияға жоба директоры болып. Жалақы 3 есе жоғары. Ол үйге келіп айтты. Бұл сенің арманың ғой? Иә, 3 жыл бұрын кейінге қалдырған сол арман. Барасың ба? Темір оған қарады. Білмеймін. Бұл саған байланысты. Маған? Сенсіз бармаймын. Ал сені менен кетуге мәжбүр еткім келмейді. Айжан ойланып қалды. Бұрын болса жауабы біреу болар еді. Жоқ. 20 жыл құрған мансабын тастау мүмкін емес. Бірақ қазір маған 1 апта керек. Атта ауыр өтті. Жұмыс, статус, қауіпсіздік бір жақта. Темір, махаббат, жаңа өмір, тәуекел екінші жақта. Ләйлямен сөйлесті. Не істеймін? Не сезіп тұрсың? Қорқыныш. Неден? Барып бәрін жоғалтып алам ба деп. Ал бармасан, оны жоғалтып алам ба деп. Ләйля оның қолын ұстап. Айжан, сен өмір бойы жұмысты таңдадың. Не таптың? Ақша, табыс. Бірақ жалғыз жүрдің. Мүмкін енді бір рет болсын жүрегіңді тыңдайтын уақыт келген шығар. Айжан ауыр дем алды. Бірақ қорқынышты. Әрине, сүйіспеншілік әрқашан қорқынышты. Өйткені ол тәуекел талап етеді. 1 апта өткен соң Айжан Темірге барамыз деді. Темір тұрып қалды. Шын айттың ба? Иә, басқаруды Ләйләға тапсырамын. Өзім Лондоннан онлайн кеңесші болып істеймін. Жұмыс азаяды, бізге уақыт көбейеді. Темір келіп оны құшақтады. Рахмет, үлкен рахмет. Рахмет айтпа.
Мен мұны тек сен үшін емес, өзім үшін де істеп тұрмын. Басқа өмірді көргім келеді. Үнемі күйзеліссіз. Сен бұған сенімдісің бе? Айжан басын изеді. Иә, көп жылдан бері алғаш рет өз шешіміме сенімдімін. Көшуге 3 ай кетті. Құжаттар, виза, үй іздеу, компанияны тапсыру. Ләйлә компанияны қабылдап алды. Айжан акционер болып қалды. Бірақ тек кеңесші ретінде жұмыс істеді. Күнде бірнеше сағат қана. Желтоқсанда екеуі Лондонға ұшты. Қаланың ортасынан шағын, бірақ жайлы пәтер жалдады. Терезеден Темза көрініп тұратын. Алғашқы ай қиын болды. Жаңа қала, жаңа тіл, жаңа орта. Теміртаннан кешке дейін жұмыс істеді. Айжан үйден кеңес беріп, ағылшын тілін оқып, қала аралап жүрді. Алғаш рет 20 жыл ішінде ол күніне 12 сағат жұмыс істемеді. Бос уақыты көп болды. Басында не істерін білмей жатты. Ішінен бір түрлі сезінді. Бірақ кейін жаңа өмірге үйрене бастады. Мұражайларға барды. Театрларға шықты. Көрмелерді аралады. Қазақ тілді иммигранттармен танысты. Жаңа достар тапты. Бір кеште Темір үйге келсе, Айжан мольберт алдында сурет салып отыр екен. Сен сурет саласың ба? Иә, курсқа жазылдым. Бұрыннан армандап едім, уақытым болмаған. Темір суретке қарады. Темза, көпір, күн батар шақ. Керемет, шынымен талант бар екен. Мен жаңадан үйреніп жүрмін ғой. Айжан, сен алғаш рет шын өмір сүріп жатқандай көрінесің. Айжан күлімсіреді. Солай, бұрын тек жұмыс істеген сияқтымын, ал қазір өмір сүріп жатқандаймын. Темір оны құшақтады. Мен өте қуаныштымын. Көктемде тағы бір үлкен жаңалық болды. Айжан жүкті екенін білді. Тестте 2 сызық шыққан сәтте ол отырып қалды. Қуарқыныш, қорқыныш, толқу, бәрі аралас. Сыртқа шығып Темірге көрсетті. Мен жүкті екенмін. Темір аң-таң болып тұрып қалды да, оны құшағына алып айналдырып жіберді. Шынымен бе? Біз ата-ана боламыз ба? Иә, егер сен қаласаң. Қалай қаламаймын? Бұл ең керемет жаңалық. Айжан жылап жіберді. Шаттықтан, қорқыныштан. Мен 43-темін ғой. Кеш емес пе? Қиындық болмай ма? Біз бәрін бірге еңсереміз. Қалай бұрын еңсерсек, дәл солай. Жүктілік жақсы өтті. Айжан ең жақсысы дәрігерге қаралды. Өзін күтіп жүрді. Темір барлық тексерулерге бірге барып, бала күтімі туралы кітаптар оқып, бөлек бөлмені дайындады. Ұл бола ма, қыз бола ма? Деп сұрайтын Темір. Білгім келмейді. Сюрприз болсын. Жақсы. Сюрприз болса, сюрприз. Екеуі бірге есімдер таңдады. Киім алды. Бала арбасын таңдады. Айжан бұрын сонда өзін бұлай толық сезінбеген. Енді ол тек басшы емес, әйел, болашақ ана болды. Қарашада қыздары дүниеге келді. Кішкентай, дені сау, қара шашты, Кемір сияқты сұр көзді. Атын Сәнім қойды. Кемір оны қолына алған сәтте жылады. Ол мінсіз. Айжан төсекте жатып, екеуіне қарап. Рас, мінсіз. Алғашқы жыл қиын болды. Ұйқысыз түндер, жылау, шаршау. Бірақ бәрін бірге көтерді. Темір 3 айлық демалыс алып, Сәніммен отырды. Айжан үйден бірнеше сағат жұмыс істеп, қалған уақытын баласына арнады. Бұл мүлде басқа өмір болды. Жарыссыз, стрессіз, қарапайым қуаныштар бар өмір. Сәнімнің алғашқы күлкісі, алғашқы сөзі, алғашқы қадамы. 2 жыл өтті. Сәнім өсті, ақылды, көңілді қыз. Айжан мен Темір Лондонда тұрады, жұмыс істейді, қыздарын тәрбиелейді. Жай ғана өмір сүреді. Бақытты өмір. Айына бір рет Оралхан апай Лондонға келіп, немересін бағып, үй шаруасына көмектесіп жүрді. Бір күні ол Айжанға қарап, «Сен бақыттысың ба?» деп сұрады. «Иә, өте бақыттымын. Көрініп тұр, жүзінен нұр шашып жүрсің», деді Оралхан апай. Айжан күлімсіреп, «Мені қандай жағдайға қарамай қабылдағаныңыз үшін рахмет». Оралхан апай оны құшақтап, «Сен біздің отбасының бір мүшесісің, әрқашан». Бір кеште Сәнім ұйықтап қалған соң, Айжан мен Темір балконда отырып, шарап ішіп, Лондонның шамдарына қарап отырды. «Темір, есіңде ме, қонақ үйде сол боранды түн?» «Қалай ұмытайын? Сол кезде бәрі бітті деп ойладым. Сені мәңгілікке жоғалттым деп қорықтым». Темір оның қолын ұстап, «Ал енді ойланып көрсем, сол түн бәрінің басы екен. Шынайы өміріміздің бастауы». Ол оны сүйді. Айжан жымиып, «Мен үшін де солай».
Екеуі құшақтасып, қаланың жарығына қарап ұзақ отырды. Олар бұрын бастық пен көмекші еді, кейін ерлі зайыптыға айналды. Қорқыныштан махаббатқа, жалғыздықтан отбасына келді. Бұл олардың жеңісі еді. Басқаларға емес, өздеріне, ішкі қорқыныштарына, ескі әдеттеріне қарсы жеңіс. Олар махаббатты шынайы түрде үйренді. Егісіз, талапсыз, ашық, адал. 5 жыл өтті. Айжан 48-де, Кемір 36-да, Сәнім 5 жаста. Лондонда тұрады. Енді қала сыртынан шағын бақшасы бар үй сатып алған. Айжан күн сайын бірнеше сағат онлайн кеңесші болып жұмыс істейді. Қалған уақытта сурет салады. Бизнес туралы кітап жазып жүр. Қызын тәрбиелейді. Темір ірі компанияда департамент директоры. Жұмысы жақсы, абыройлы. Бірақ отбасы әрқашан бірінші орында. Кешкі 6-да барлық жұмысты тастап, үйге қайтады. Сәнім мектепке барады. Ақылды, өнерге бейім. Анасы сияқты сурет салуды жақсы көреді. Жылына бір рет үшеуі Қазақстанға барып, Оралхан апайға, Темірдің інісіне, жиені Мәдинаға қонақ болады. Жылына бір рет Ләйлә да Лондонға келіп, компания жаңалықтарын, өмірдегі өзгерістерді айтып кетеді. Компания сенсіз де өсіп жатыр, деп күледі Ләйлә. Қуаныштымын. Демек мен өзгермейтін адам болмағанмын, дейді Айжан. Ешкім алмастырылмайтын емес, бірақ сен әрқашан маңызды болдың, деп жауап береді Ләйлә. Екі құрбы бір-бірін құшақтайды. Үнемі қасында болғаным үшін рахмет, дейді Айжан. Достық деген сол, дейді Ләйлә. Бір кеште Сәнім ата-анасына қарап: «Мама, сіздер қалай таныстыңыздар?» деп сұрады. Айжан мен Темір бір-біріне қарап күлді. «Ұзақ әңгіме», деді Айжан. «Айтып берші». «Жарайды. Папан менімен бірге жұмыс істейтін. Мен бастық едім, ол ассистент. Сосын бірден ғашық болдыңдар ма?» «Жоқ, бірден емес. Мен көп нәрсені түсінбей жүрдім. Ал бір күні боранда екеуміз қонақ үйде қалып қойдық. Сол кезде оның өзгеше адам екенін сездім». Сәнім әкесіне бұрылып: «Ал сіз?» Кемір оны көтеріп алды. «Мен мамаңды бірінші күннен жақсы көрдім. Кек 3 жыл бойы үндемей жүрдім». «Неге?» «Қорықтым». Сәнім әкесін құшақтады. «Мен қуаныштымын, сіздер бір-біріңізді тапқандарыңызға». Айжан келіп екеуін құшақтады. «Біз де қуаныштымыз, жаным». Олар үшеуі қонақ бөлмеде құшақтасып тұрды. Бұл шын отбасы еді. Адал, ашық, көркем. Олардың тарихы мінсіз емес. Қателік болды, қорқыныш болды, ауыр кезеңдер болды. Бірақ ол шын тарих. Суық бас директор махаббатты үйренді. Тыныш ассистент өзін бағалауды үйренді. Екі жалғыз жан бір-бірін боран ішінде тауып, енді ешқашан айырылмады. Бұл тарих бір нәрсені дәлелдейді: өмірді өзгерту ешқашан кеш емес. Сүйіспеншілікті таңдау ешқашан кеш емес. Бақытқа қадам жасау ешқашан кеш емес. Ал олардың оқиғасы әлі де жалғасып жатыр. Әр күн, әр сәт сайын.